Не ол телефон алмай жатыр ма? Тыныш тұрсын. Сен сияқты қыз зорлайтын жігіттермен ешкім дос болғысы келмейді. Бауырым, сен мұнда не болып жатқан білесің бе өзің, а? Не болды? Маған қол көтермекшісің ба? Сен сияқты жігіттер осы қазақтың қыздарын құртады. Қойшы. Тыныш жүрмейсің бе? Жігіттер, свои деймін. Ерлан, мұнда не болып жатқанын түсіндірші. Что за спектакль? Он бөлімшеде анықтайтын боламыз. Әкетіңдер. Жай, жігіттер. Жай деймін. Мама? Балам. Қайсың барсың, Не интрига ұстап жүрсіңдер? Ерлан? Осының встреча деп айт. Өмірінде сен подозреваемый орында көрем деп ойламаппын. Сонша қыз зорлайтын не болды саған, Жаке? Әйелің ұнамай жүр ме? Или әйелің сені ұнатпай қалма? Ерлан, сен не тұрсың, Сотталатынын айтып отырмын. Азамат Жандос Басаров, сіз Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 23 бабына сәйкес жыныстық қатынасқа мәжбүрлеу бойынша айыпталып отырсыз. Конечно, адвокат жалдауға құқығым бар, бірақ адвокат саған көмектесе алмайды, потому что с поличным ұсталып отырсыз. Сука, сен немен танымайтын адам ұқсап сөйлесіп отырсың, Почти танымаймын. Солай ма? Хотя бір звонокқа мүмкіндігің бар шығар онда. Ерлан, сыртқа шығып кетші. Ол тас керудің зам начальнигі келіп тұр. Жаке, бісақпын. Көтіңді қыз, шеф. Сенің есің дұрыс пе? Поличный ұсталып жүргенің не? Шеф, мен қандай адам екенін білесіз ғой. Әйелім мен бала шағам бар. Мен сендерге қанша рет айттым. Арттарың тазалап жүріңдер деп. Мә, мынаған қолыңды қой. Задним числом жұмыстан кетесің. Шеф. Қолыңды қой тезімен жерге. Не ойланып тұрсың? Қой бол тез. Осы сендердің не ойлайтындарын білмеймін. Ән сыртта жүр. Қатын бала шағаң зарлап. Иша! Шеф! Ой, балам, айтысы жеңіл ғой. Айша? Айша, не болып жатыр? Адвокат сөйлесіп жатыр. Жолығуға рұқсат бермеді. Жаңа Жандостың бастығы кіріп кеткен. Шығып қалатын шығар. Тым болмаса әлгі ары жазған қызбен сөйлестіріңдер десем, оған да рұқсат бермей отыр. Ой, тұрмай. Бұл адам сенгісіз жағдай болды ғой. Бәрі жақсы болса екен. Аға, қалай болып жатыр? Жандосты көрдіңіз ба? Иә, Жандос іште. Тергеу амалдары жүріп жатыр. Тергеу аяқталғаннан барлығы белгілі болады. Бірақ Жандосқа барлығы қарсы. Енді бірдеңе істеуге болатын шығар? Иә, болады. Қолымнан келгенін істедім.
Бұны түсінесіз? Айша, менің қолымнан келетін осы ғана. Қаз сотталып жатса, Жандос, ар жақта оның жағдай қиын болады. Әмбе ол сотрудник. Сотталмайды. Кінәсі жоқ адам қалай сотталады? Барлық айғақтың барлығы қарсы оған. Қарсы болса да мен сенбеймін. Айша, қой болды. Жақсы сау болыңыздар. Сара? Сара? Мынау не? Сен не көтеріп қалғансың ба? Той болмай жатып, мынау не қылғандарың? Так басым ауырып тұрғаншы. Маған кету керек, мама. Мен саған сол сүмелекке жақындама деп айтқанда, әкең де сен де тыңдамап едіңдер. Мына жағдайыңда әкеңнің көрмегені қандай жақсы болған? Әкемді ол жағдайға жеткізген балан екеуін. Так что вообще маған ақыл айтпа. Сен не деп тұрсың, а? Кешірші, қызым. Кешірші. Маған кету керек, мама. Қайда барасың? Дастан бұл туралы біле ме? Білмейді, білдіртпеймін де оған. Мен Дастаннан балалы болғым келмейді. Жаным, неге жемей отырсың? Суып қалады. Пожалуйста, тамақ туралы айтпашы. Басым ауырып, аппетитім болмай тұр. Не болды? Егер ұнамаса, басқа тамаққа заказ берейік? Не жоқ. Қасы. Официант, боламын сізді. Маған газированный су беріңізші. Суық болса жақсы болар еді. Қыздармен кеше қыдырысың сұмдық болған сияқты ғой. Тоже. Қош, пожалуйста. Шәрі. Күшті болды негізі. Көрініп тұр. Сен жүйеш маған қарама. Сен кәдімгі актриса екенсің ғой, а? Саған сеніп қалдым. Қойшы болды, айта бермей, а? Менің просьбам не болды? Уайымдама, шешіледі. Че там? Бүгін кешке не істейсің? Үйде боламын. А чё? Жай? Ладно, кейін хабарласам. Сәлеметсіз бе? Мына дәрілерді беріңізші. Алло, Айша, қызым, қалайсың? Иә. Тергеушімен араларыңызда қандай да бір кекілжің бар ма еді? Әдетте әріптестеріне түсіністікпен қараушы еді. Бұлар шакалдар ғой. Бұлардан бәрін күтуге болады. Түсінікті. Өзіңіздің ойыңыз қандай? Жәбірленуші неге олай жасады?
Менде 3 ой бар. Біріншісі, олар осылай ақша тапқысы келіп отыр. Ал екіншісі подставить етпек болды. Үшіншісі просто шын. Сізге оңай болмайын деп тұр. Куәгерлердің барлығы сіз зорламақ болды дейді. Қазір түсінесің. Қазіргі заманда любой куәгерді сатып алуға болады. Бізге бұл жерде ең бастысы улика табу керек. Қандай да бір ойыңыз бар ма? Пока что ешқандай ойым жоқ. Бірақ ана қызбен сөйлесіп, арысын алып тастау керек. Жарайды, мен онда ертең беттестіруге өтініш тапсырып көрейін. Жақсы. Сіздің анализдеріңізді қарап шықтым. Аборт жасатуға болады. Қанша уақыт алады ол? Шамамен 3-4 сағат уақыт алады. Егер шешіміңізге сенімді болсаңыз, онда осы құжаттарды қарап, қол қойып шықсаңыз болады. Кешір. Жарайды, мам, түсіндім. Қазір барам. Умка, мама екеуің медет сабақтан алып кетесіңдер ме? Маған Сараға кету керек. Оған тағы не болды? Осының бәрі соның кесірінен. Умка, оған оңай емес қазір. Оңай болмайтындай бір не болып жатыр оған? Аборт жасатайын деп жатыр. Ой, Жамила тәте, осында қаласыз ғой, Хабар болса айтасыз ғой онда. Жақсы, мен кеттім. Жарайды, балам. Медетті сабақтан нешеде алып шығу керек еді? уақыт болып қапты. Пробкамен жетеміз дегенше бара берейік, е? Сөйтейік. Жамила тәте, бір хабарын айтасыз ғой, жүремін. Жақсы, Жамила. Жүр. Айша ханым кетіп қалды ма? Сіз бе? Я бір жұмыстармен кетті. Не дейді? Жандоспен сөйлесе алдыңыз ба? Мен ол кінәлі емес екеніне көзім жетеді. Не болса да сол Жандосқа өшпенділік жасап жүрген біреулер. Я сөйлестім. Ситуация түсініксіз болып тұр. Жәбірленушінің арызы бойынша Жандос машинада қызды зорламақшы болған. Жандостан әрең құтылдым деп отыр. Жандос не дейді? Жандос ақша үшін жасалған подстава дейді. Жанна, Арқат? сен мұндай жылдан да ойламап. Не істеп жүрсің мұнда? Жай. Жүр, бір жерге барып отырып кетер. Жоқ, мен жігітім бар. Жанна, мен саған жігітіңді тастап, менің қойныма кіріп ал деп тұрған жоқ. Жай бір жерге барып отырып қайтер. Арқат, қойшы. Сен бір жерге барып отырған соңы немен аяқталатынын білем ғой мен. Пожалуйста, кетші. Мен жаңа өмір бастадым. Жігітіме опасыздық жасағым келмейді. Жанна. Жарайды. Көреміз қанша жүреді. Давай. Кешіріңіз. Кешіріңіз. Бізде бәрі дайын. Сіз дайынсыз ба? Жүріңіз, онда кабинетке кірейік. Процедуралар бар өтетін.
Сара. Сара, мұның не сенің, ақылы бар қыз емессің бе сен? Мен басқа амалым болмады, жеңге. Ішіңдегі періштені ойладың ба? Оның не кінәсі бар, айтшы маған. Жеңге, сонда ол мен пайдаланып тастап кетті ма? Оған бас қатырып керек жоқ. Жай ғана сынақ ретінде қабылда. Өзіңді және балаңды ойла, жарай ма? Мен оны енді қалай ұмытамын? Бәріне уақыт емші. Бәрі жақсы болады. Уайымдама. Жарығым ау. Сәлеметсің, Катати. Апа, сіз қашан келдіңіз? Бүгін келдім. Сен мені сағындың ба? Иә. Мен де сені сағындым. Апа, Жандос аға қайда? Біз сабақтан кейін дегенше атқа отырамыз дегенбіз. Жандос ағаң қазір жұмыста, жұмыстан кейін келеді, қашо? Бірақ ол маған уәде берді ғой, ал Жандос аға уәдесінде тұрады. Енді Жандос ағаң жаман адамдарды ұстайды, сосын келеді саған, қашо? Келе ме? Жаман адамдар деген менің папам сияқты ма? Құлыным, сенің қарның ашты ма? Бірдеңе жейсің бе? Бургер. Жандос аға маған всегда бургер алып беретін. Жаным, күнім, жүр кеттік. Жоқ, бургер болса бургер, иә? Алло, Айша? Алло, мам, Сараны үйге алып келдім, қазір бөлмесінде. Рахмет, қызым. Сен болмасаң не істер едік? Қалай демеңізші, бәрі жақсы. Сіз үйге келсеңіз жақсы болар еді, маған кету керек. Сіз келгенше осында боламын. Әрине. Мен қазір барам. Рахмет, қазір міне. Бәрі жақсы болады, уайымдама. Мен оны жақсы көрдім ғой. Білем, сен жақсы көрдің, ол болса ойнатты тастап кетті. Бірақ оның кеткен жақсы. Болды, жібер, ұстама. Өзің үшін күрес. Ішіңдегі балаң үшін күрес. Сен бақытты болуға лайықтысың. Әлі-ақ сені бағалайтын, шынымен жақсы көретін адам табылады. Ертең ана атанғанда бүгінгі қылығың үшін өзің өкінетін боласың. Бастысы мықты бол. Мен мықты бола алмаймын, сіз сияқты емес ғой. Өзің үшін емес, балаң үшін мықты боласың. Рахмет. Мені әрдайым қолдайсыз осылай. Сара, сен мен үшін бөтен емессің ғой. Алло, Айжан Умаровна, жаңалық бар ма? Жандос пен жәбірленуші арасында очная ставка жасайық деп арыз жаздым. Бірақ жәбірленуші отказ берді. Енді? Айғақтың барлығы Жандосқа қарсы болып тұр. Жағдай қиындау. Бізде бір жол бар. Айтсаңызшы енді. Жәбірленушімен кездесіп, сөйлесу керек. Бірақ біз кездесіп сөйлескенімізді білсе, мені бірден істен алып тастайды. Онда мен өзім барам. Эмоцияға беріліп шу шығарып жүрмеңіз. Ол ертең бізге қарсы ойнайтын болады. Иә, түсінемін ол жағын. Маған адресін бересіз ба? Мен қазір сізге жіберем. Қайталап айтамын. Эмоцияға берілмеңіз. Жақсы, түсіндім. Жеңге не болды? Жандосты домогательство статьясы бойынша қамап тастапты. Кімнің істеп жүргенін білмеймін, бірақ әйтеуір жала жауып көзін құртпақшы. Бірақ Жандос кінәлі емес, е? Жоқ, конечно. Так Сара, маған кету керек.
иә, мен уайымдамаңыз, кете беріңіз. Менде бәрі жақсы болады. Мен жандостың кінәсі екенін білемін. Әлі қақталып шығады. Қанша проблемаңыз бар да тағы менімен әлек болып жүрсіз. Мен уайымдамаңыз, бара беріңіз. Точно ғой? Жақсы онда. Сәлеметсіз бе, мен Маржанға келіп едім. Мен Маржанмын, сіз кімсіз? Мен жандостың әйелімін, сізбен сөйлесейін дегем. Сөйлеспей мазамды алмаңыз. Жоқ, Менің суретші балам. Мына бұлттарды көкпен боямадың ба? Көк қарандашың қайда? Тәте, Айшамен сүрестім, 1-2 сағаттан кейін келеді екен. Кеш болып кетті, мен қайта берейін, Сен де әбден әуреге салдық. Ничего страшного. Давай, медитжан. Сау болыңыз. Сау бол, жан. Жүр, мен сені шығарып салайын. Міне, осылай. Сыртына шығармай боя балам енді. Апа Жандосаға қашан келеді? Келеді. Сен неге Жандосты папа демейсің? Өйткені менің өзімнің папам бар ғой. Жандосты да папа де. Сонда сенің бір емес 2 папаң болады. Мен 2 папа болған қаламайым. Балаларда 1 папа болу керек қой. Қазір менің папам Мархат. Папаң сенің бар болсын. Айтпақшы, апа, кеше папа үйге келді. Не? Сосын тұрды да маған ойыншық берді. Сол ойыншықты Үміт тәте алды да папаға лақтырып жіберді. Ол жаман ойыншық, мен саған одан да күштісін алып берем деді. Сосын есік тарс жауып алды. Сосын не болды? Сосын папа есіктің сыртында айқайлады. Сен кімсің, мен балама жолатпайтын, сука, деді. Сен Арқаттың келгенін анаң айттың ба, айтпадың ба? Айтпадым. Маржан, ашыңызшы есігіңізді. Мен тек сөйлесуге ғана келдім. Қазір кетпесеңіз, полиция шақырам. Маржан, өтініш, бір рет болсын сөйлесейікші. Менімен емес, анау маньяк күйеуіңізге барыңыз. Мен Жандостың кінәсі екенін білем, бұл бір түсініспеушілік. Мирно шешуге болады ғой. Мазамды алмаңыз, әйтпесе полиция шақырам деймін. Жарайды, болды, кеттім. Бірақ сонда да бір ойланып көріңізші. Кетіңіз дедім ғой мен сізге. Құдай, мені осыншалықты жағдайға түсіретінде не жаздым? Біз қай жерден қателестік? Неге маған осыншама қиын сынақ бердің?
мүмкін мен де қателескен шығармын. Бірақ біз осының бәрін балаларымыздың бақыты үшін жасадық. Оларды қинамалаш. Бізді жазалаш. Балам мен қызымның бағын байлама. Өтінем. Жалынып, жалбарынам. Жыламаңызшы. Мені кешіріңізші. Бәрі жақсы болады. Әлі папам тәуір болып кетеді. Оны арқатта адам қыламыз. Тек сен жыламашы. Иә. Менімен мақтанатын боласыздар. Мен енді мықты боламын. Ылайым солай болғай. Бәрекелді. Дамир, қызды былай ұстау керек. Бұларче сәл еркелетсең басыңа шығып алады. Қазақта сөз бар ғой, қатынды бастан, баланы жастан. Түсінің ғой, не айтып тұрғанымды? Кеше, қоясаш болды. Қалай қоясаш? Мен қоя алмайды екен, мен сен сияқты подкаблук емеспін. Мен подкаблучник емеспін. Мен просто жақсы көрем. Вот, жақсы көру деген бір бөлек. Мысалға мен Меруертті жақсы көрем. Бірақ айтқанымды істетем. Ит болып үрш десем, ит болып үреді. Мысық болып мяула десем, мысық болып мяулайды. Даттаво ол емес. Даттаво солай. Сомнениең бар ма? Бар. Үргізейін ба? Меруерт тұршы. Қойшы жан. Мен саған үрдейм. Ештеңе жоқ өр. Еші адам құдамайсың. Отырда өр, тоқташы. Кеше қойсай болды, ят емес па? Тихо. Өр. Өр деймін саған. Доғысың шығар бір. Өр. Өр. Жатты дейсің ғой, короче. Маған виски. Сен не мені аңдып жүрсің ба? Дейм, мені аңдып жүрсің ба, дейм саған. Керек едің сен ма? В смысле керек еді? Сонда сен не мені сағынбадың ба? Тағы да жігітің ба? Қашанғы шыдайсың ондай жігітке? Айырылысып кет. Болмаса мен көмектесейін. Менің зорлық-зомбылыққа қарсы фондым бар. Керек емес. Мен саған жаным ашығаннан кейін кезінде өзімнің басымнан да сондай жағдай өткеннен кейін айтып тұрмын. Ертең ана жігітке тұрмысқа шықсаң, өкінесің. Керек емес дедім ғой. Ойлан, егер көмек керек болса маған кел.
Қалайсыздар, мам? Кел отыр. Шаршаған шығарсың. Жандостың тірлігі не болып жатыр? Тыныш. Ертең тағы да РУВД-ға барам. Ана арыз жазған қызбен сөйлесем ба деп едім. Маңына жолатпай отыр. Не істерімді білмеймін тіпті. Шыда. Бір реті болар. Жандос кетіп қалса не істеймін? Білмеймін. Қой, ондай жаман сөз айтпа. Қызым, саған қалай айтарымды білмей отырмын. Не болды, тыныштық па? Арқат жындыханадан шығыпты. Мені ешқайсысын күтпеген сияқтысыңдар ғой, Осының бәріне Айша кінәлі. Мен соның кесірінен отбасыммен де, тіпті баламмен де жол алмаймын. Бірақ бір Құдай біледі. Ана бала менікі ме, әлде менікі емес пе? Кеше Жандосты қамаған кезде ол осы үйге келіп. Мен оны папа деймін, бірақ ол үйге қайтып келсін. Мен саған миллиондай тауып берсем жете ма? Қалайсың, Диана? Бірінші ақша, сосын жұмыстың бәрі басталады. Қандай адам екенін білесің осы. Мам, врачтар не деп жатыр? Не болғанын білмеймін. Бізді әділге кіргізбей қойды. Сәлем. Сен қайда болдың, соны айтшы. Мен қиналған кезде сен қайда болдың? Қойшы. Осының бәріне сен кінәлісің. Мен саған әлі көрсетемін. Тоқташы, Құдай үшін тоқташы.